Сәлем достар, сіздермен бірге оңай каналы. Бүгінгі біздің тақырыбымыз денсаулық туралы болмақ. Күніне 5 минут, 10 жылға ұзақ өмір. Көп адам ұзақ әрі дені сау өмір сүру үшін үлкен өзгерістер жасау керек деп ойлайды. Бірақ ғылым дәлелдегендей, күніне бар болғаны 5 минут уақытыңды денсаулыққа пайдалы нәрсеге арнасаң, өміріңді 10 жылға дейін ұзартуың мүмкін. Біз алдағы видеода қарапайым бірақ өте тиімді 5 әдіспен бөлісеміз. Әрқайсысы ұзақ өмір сүруді зерттеген ғалымдардың дәлелдеген тәжірибелеріне негізделген. 1. Терең тыныс алу, жүрек пен миға оттегі. Зерттеулер көрсеткендей, терең тыныс алу стресс деңгейін төмендетеді, қан қысымын қалыпқа келтіреді, жүрек қан тамырлары ауруларының алдын алады. Жапония мен ақш-тағы зерттеулер көрсеткендей, терең дем алу техникасын қолданатын адамдардың өмір сүру ұзақтығы 7-10 жылға артады. Қалай жасау қажет? 4-7-8 әдісі. 4 секунд бойы мұрынмен терең дем алыңыз. 7 секунд демді іште ұстап тұрыңыз. 8 секунд бойы ауызбен ақырын шығарыңыз. Бұл әдіс миға оттегінің көп баруын қамтамасыз етеді, жүректі тыныштандырады және жүйкені босаңсытады. Кімдерге пайдалы? Күнделікті стресске ұшырайтын адамдарға, ұйқысы нашар, жүйкесі жұқарған адамдарға, жүрек қан тамыр ауруларының алдын алғысы келетіндерге. 2. Күн сайын 5 минут созылу, буындардың жас қалпында сақталуы. Физикалық белсенділік ұзақ өмір сүрудің негізгі кілттерінің бірі. Бірақ көп адам жаттығуға уақыт таппайды. Ғалымдар күнделікті 5 минуттық созылу жаттығуларының өзі буындарды жас қалпында сақтап, 70 жаста да сергек жүруге көмектесетінін дәлелдеді. Қарапайым жаттығулар. Ол бірінші таңертеңгі жеңіл созылу. Орнынан тұрған соң қол аяғынды, мойныңды ақырын созу. Мысық позасы. 4 аяқтап тұрып, арқанды домалақтап, қайта түзеу. Және аяқ созу. Отырып немесе тұрып, аяқты түзу ұстау, саусақ ұшына жеткізу. Неге бұл пайдалы? Қан айналымын жақсартады, бел мен мойынның ауырсынуын азайтады, бұлшық еттерді сергітіп, жарақаттың алдын алады. 3. Суық сумен жуыну иммунитетті күшейтеді. Суық су жүрек қан тамыр жүйесін нығайтады, қан айналымын жақсартады және иммунитетті күшейтеді. Норвегия мен Финляндия ғалымдарының зерттеулері суық душты жиі қабылдайтын адамдардың өмір сүру ұзақтығы 30%-ға жоғары болатынын көрсеткен. Не істеу қажет? Таңертең бетіңді салқын сумен жу. Аяғыңды мұздай суға 30 секундқа салған жөн. Душ қабылдағанда соңында 10-15 секунд суық сумен шайыну. Бұл бізге не береді? Біріншіден, қан айналымын жақсартады. Екіншіден, күйзелісті азайтады. Және де үшіншіден, тері мен шаштың саулығын жақсартады. Күн сәулесін 5 минут қабылдау бақыт дәрумені. Д дәрумені денсаулық үшін аса маңызды. Күн сәулесі жеткіліксіз болса, адамның иммунитеті әлсіреп, жүрек аурулары, остеопороз, депрессия сияқты мәселелер пайда болады. Таңертең немесе түсте 5-10 минут таза ауада жүрген абзал. Теріні күнге ашық қалдыру. Терезенің жанында отырып, күн сәулесін қабылдау да өте пайдалы. Бұл бізге не береді? Д дәруменінің деңгейін көтереді, жүйке жүйесін тыныштандырады және де иммунитетті нығайтады. 5. Күлу және позитив ойлау. Өміріңізді 7-10 жылға ұзартады. Гарвард университетінің зерттеулері позитив ойлайтын және жиі күлетін адамдардың орташа өмір сүру ұзақтығы 7-10 жылға ұзағырақ болатынын дәлелдеді. Күлу үшін не істеуге болады? Күн сайын қызықты видео көру, достармен көңілді әңгіме айту, күніне 3 жақсы нәрсені жазып отыру, яғни рахмет айту. Бұл адамға не береді? Стресс деңгейін азайтады, жүрек қан тамыр ауруларының алдын алады және де бақыт гормондары бөлінеді. Сонымен достар, қорытындылай келе, біздің түсінгеніміз 5 минуттық пайдалы әдеттер ұзақ әрі сапалы өмірдің кепілі екен. Күнделікті 5 минуттық қарапайым әрекеттер денсаулығыңызды нығайтып, ұзақ өмір сүруге көмектеседі. Ең бастысы, бұл әдеттерді тұрақты түрде қолдану. Сізге қай әдіс ұнады?
бүгіннен бастап қайсысын қолданып көресіз? Өз ойларыңызбен видео астында бөлісе отырыңыздар. Келесі кездескенше достар.